Қайырлы күн баршаңызға, оқырмандар. Бүгін ұйқымнан тұрған бойда уже мис басталып кетті Қосаяқтағы. Негізіме өте қатысқым келген бір сондай ниетім болған, бірақ енді көрдіңіз ғой, бір кісілермен жобадан шығарып алды, сондықтан қатыса алмадым. Маған тек теледидардың артынан былай қарап сол бұйырыпты да қарауды. Сол енді қарап отырып әртүрлі енді өнерлерін көрсетіп жатыр, маған барлығы ұнап жатыр. Ақеркен өнері өте қатты ұнады. Прям андай мощный болды, точкасына де қойып, барлығын күшті түседі. Айгүлдікінде енді бір жылап алдық. Енді тағы қыздардың барлығы енді ойнап жатыр ғой, өнерлерін көрсетіп жатыр, соның барлығын тамашалап отырмын. Солай, мында қосақ көріп жатырмын. Үйде ешкім жоқ, бір өзім отырмын. Өзінің таныстыруын ортаға өнерін алып келіп көрсетіп болды. Уф деп отырсыз ба? Я жеңіліп қалдым кәдімгідей. Бірақ андай басында қобалжу болды, бірақ шығып бір-екі сөзінде кішкене қобалжу болды, бірақ одан кейін уже жібердім өзімше. Қалай бар солай деп өзім солай көрсетемін шештім да. Все, дальше қобалжыған жоқ. Емін-еркін істеп кеткен өзім таңғалып қалдым ғой. Мен даже дайындықтауын өзім емін-еркін ұстамаған. Сол өзіме ұнады. Өз-өзіме довольны болып отырмын. Иә, солай. Енді ұпай сандарын эфирдің соңында білеміз, бірақ оған дейін әйтеуір арқасынан жүк түсіп осылай емін-еркін отырған жайы бар. Сәттілік тілеп кетіңіздер Айгүлге, және міндетті түрде Айгүл дауыс берсін, иә? Иә. Айтыңызшы. Қолдауларыңызды күтемін. Айсұлудың көңіл-күйі қалай? Аягөздің көңіл-күйі қалай? Керемет. Мен сізді жігіттермен таныс тойға бар деп жүрсем, сіз деген бәрі әлшермен билеп алыпсыз ғой. Ой, ол өзі ғой, артымнан қалмайды жүр билейді деп. Тартып өзі қинап биледі бізді ол короче. Мен билегім келген жоқ, если честно мен. Қиналып билегенге ұқсамайсыз? Ана видеоны көрсем, мәз болып, майс дейді. Жоқ енді, бәрінің көзінше мәз ғой, тағы итер жүрсем болды. Енді жігіттің намысына тимейін дедім де, жарайды. Сол бармасан да көріп жүрмін да, сол айтайын деп тұрмын. Сіз кімге қолдау көрсетесіз? Мен барлық қызға қолдау көрсетемін, бірақ Айдана и Айнұрға. Айдана және солай. Әзілдеп жаттым, жігітпен таныс деп айтпадым, тек қызық болсын деп Әлшердің жынына тейін деп айтқан едім ғой. Сөйтсем Әлшер өзі билеп алыпты. Садәулет, мен сізден сұрамаған сияқты. Ал Ақерке, қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Иә, бүгінгі ұпай сандарын естуге дайынсыз ба? Көңіліңізден шықтыңыз ба өзіңіз? Өзім көңілімнен толықтай шықтым. Енді бұйырған деп тұрмын. Не айтасыз тағы да басқа? Біздің өзіңіздің оқырмандарыңызға. Енді таныстыруда енді максималды түрде мен туралы кейбір адамдар енді қарақалпақ па деп жатады. Иә. Енді ұлттың жаманы жоқ, адамның жаманы бар, бірақ менің ұлтым негізі қазақ, бірақ Өзбекстанның қазағымын. Сол нәрсені енді толыққанды халық мені танысын деген мақсатта қостым. Одан бөлек біздің ата-бабаларымыздың ашаршылық кезінде көптеген қазақ ата-бабаларымыздың басқа елдерге ауып кеткендігі туралы тақырыпты кішігірім қозғаған болатынмын. Өзімнің көңілімнен, өзімнің ойымнан толыққанды шықты. Дауыс бердім. Міндетті түрде Ақеркеге дауыс беріңіздер. Сіздерге біздің қыздардың сіздердің дауыстарыңыз біздің қыздарға ауадай қажет. Ал Аягөз, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы ма бәрі? Сіз жылап қалғанға қорқып кеттік. Жоқ, былай ғой, өмірімде поэзия деген нәрсені оқып көрмегенмін. Просто жаттадым. Маған ұстазымның айтуы бойынша негізі үйретті ғой. Сен адамға әңгімеңді жүрекпен айтқандай жеткіз деді. Жеткізе аламын деп ойлаймын. Сіздерден үлкен қолдау күтемін. Бүгін әлі бастамасы, сайыстардың бәрі алда. Жеңіс болады. Иә, міндетті түрде Аягөзге қолдау білдіріңіздер сіздерді. Иә, Нұрайдың да көңіл-күйі жақ. Ал Айдана, Аруна қалайсыз? Көңіліңіз түсіп қалған жоқ па, бәрі дұрыс па? Жоқ, барлығы жақсы. Алда әлі сайыстар бар ғой. Иә, құрметті оқырмандар, біздің Арунаға да өздеріңіздің дауыстарыңызды беріңіздер.